Сәлем достар. Мен бүгін сендерге қорқынышты нәрсе айтатын боламын. Мысалы, мен кеше тісім тыққан ғой. Білмеймін, фея келмеді енді. Неге таза құлап қалды ғой. Қорыққаннан көзімнен жас ағып отыр. Просто қызарып тұрды. Маған мен бермей қойыңдар, мен досыма естіп отырды. Крей Бейби или шынымен де Роблокста адамдар ойнаса шынымен де шақырмасымен де шақырмай ма? Ол ең бірінші қазір сендерге айтам, қорқынышты. Бір бала аты білмеймін, бірақ сол бала Роблокс ойнай берген да, и оны площадкаға шақырған. И содан кейін ол бармаған, үйіне келіп өзі ұрлап кеткен. Содан кейін сендер міндетті түрде Роблокс басыңдар. Негізі мен Роблокс ойнамаймын ғой. Бірақ Роблоксты алып тұрамын әр кезде. Бірақ Роблоксты өшіріп тастаған, папам ұрысады. Папам өшіріп таста деп айтқан, өшіріп тастаған. Достар, сол бала Роблокстың кесірінен қайтыс болды. Өлтіру де мүмкін, или ұрлап кету де мүмкін. Солар онымен ойнап отыратын бір қыз, ол біз бір қызбен дос болған. И ол ойнап отқан кезде, не болған ғой, мен үйіме кеш енді ол бала. Мақұл, мен сенің үйіне баратырмын деді. И ол барған кезде ол дух болып шықты. Ол негізі қорқынышты да, и ол ужастик, қорқынышты адамдарды ол бәр елдегі кісінде балаларды үйіне апарып ұрлап кеткен да, и соның үйінде өлтірген ғой. Сол Роблокстағы адам, Роблокс шығарған енді бір бала да, и атын білмеймін, бір қазір атын айтам. Ол дух қой, Роблокс қой. Ана баланың атын айту керек еді. Қандай еді, ой, білем. Сол бала мистер Микс, Брухим любой заттарды не істеген да. И сойықты. Роблоксты ойнап жатып қайтыс болған. Сондай болған да. И тағы да ол қыз енді бір бала көшті. Ол бала негізінен ақылды, бірақ көп ойнайды Роблоксты ше. И ол бала Роблоксты ойнап отырғасынан бір дух шыққады Роблокста. И оны көтеріп алды. Типа әкет қалды. Ал ол көзін жұмып ұйықтап қалған кезде шынымен де әкет қалады ғой. И оны өлтіріп тастаған көзін ашайын десе. И не істеген ғой, оны жердің қасында өзінің үйінде тұр. И біз вообще Роблокс баспаймыз да. И ол деген енді апасы не болды. Ол ойында апасы. Мен басым кеп тұр, күшті ойыным бар. Любимый ойыным Брухимда. Брухимда киім ауыстыратын сондай ғой. Енді шаш, ютубтан қарап отырам Роблокс. Вообще өмірімде Роблокс баспаған ғой. Басқанмын, бірақ өшіріп тастаған. Роблоксты сағынып жүрмін.
и оның жағдайы жаман болды. Ол баланың жағдайы. Екеуі де сол қызбен дос болған. Ол істеген күшті қылып жасабаған ол қыз. И балдары оған істеп қалғанда, жас көріс қалғанда, и оның үйіне барып, жайлап айтпай, үйіне есігі ашып қойғанда, бүйтіп немен істегенде, креслосымен істеген, короче, сындырып тастағанда есің. И ол не дауыс көршілер деп ойлап қалғанда. И сол үйдің ішіне кіріп кеткенде әкет қалған ғой, аузын жауып, анау не талып қалған. И анау не болып қалды ғой. Ол енді Роблоксты ойнамаңдар, әйтсе миылары жынды болып қалады, мақұл ма? Мен көп ойнамағанмын негізі, мектепке барамын. Мектептен кейін соң ойнаймын. И мен басқа ойын басып жүрмін, соның кесірінен мамам ұрыспайды енді. Ну, жайлап айтады. Папа мен қайтас көреді. Сондайлар бар ма? Короче, сол бала жағдайдан қорқынышты. Негізі көресіңдер ғой, видеосын. Мойнына қан ба, сондай нәрселер шығады, короче. Аузынан қан. Ой, білмей қалдым, короче. Қазір өшірем, екінші серияда айтамын. Мақұл ма? Пока-пока. Көп нәрселер айтқан, ол қорқынышты негізі. И ол жаман да, и ол адамдарды өлтіреді, короче. Балдарды, қыздарды, үлкендерді, балдарын да ұрлап кетеді ғой, и өлтіреді ғой. Соны анау көріңдер, и маған лайк басыңдар. Пока-пока. Ханшайым.